Құрметті достар, мен сіздерге мына ұйқысыздық туралы айтайын деп едім. Менің өзімде болған. Адам қанша мықты болса да, қанша күшті болса да, қанша депрессияға, стресске түспеймін десе де, пенде болғасын стресске түседі. Мен өзімде түскен, ұйықтай алмай қалғам, стресске түскен кезде. Жаңа жүре алмай қалып, жаңағыдай өзім не жасап, жаңа штанг көтеріп, зақым жасап, салқын суға түсіп, прорабқа, нервқа суық тигізіп, содан адам көп бәлені өзіне жасайды ғой, өзіне өзі жасайды. Сол кездерде жаңағы стресс болды, депрессия болды, жаңағы ұйқысыздық болды. Сол енді ұйқысыздықтан шығатын жолдар екен. Ұйқысыздық болса адамда, ұйықтай алмаса адамда, ар жағы онкологияға апарады, ол рак ауруына апарады. Сондықтан мына серотонин, мелатонин деген гормондар бар, өздерің білесіңдер. Сол серотонин бөлінбесе, мелатонин бөлінбейді. Сол мелатонин сол ұйқысыздыққа жауап береді. Оны медицинада емдей алмайды. Оған бірінші глицин, бір дәрілер береді. Ол көмектеспейді. Одан кейін уже по назначению врача дәрілер береді, қымбат дәрілер. Ол деген ұйықтатады да, адам зависим боласың. Уже наркотический, былай айтқанда. Наркоз сияқты нәрсе. И оны күшейте береді. Тек қана дәрінің күшімен ұйықтайтын боласың. Сондықтан кімде сондай нелер бар, ұйқысыздық бар, Орал қаласында болсаңыз, келіңіз, емделу керек. Ал енді басқа жақтағылар болса, мойынға жаттығу жасай беру керек, миға қан бару керек, депрессиядан шығу керек, позитивный нәрселер жасау керек, негатив нәрсені көп қарамау керек, тыңдамау да керек, қарамау да керек. Сол жайлап оны да емдеуге болады, емделетін нәрсе. Қорқатын дымдасы жоқ. Грежа қайда, нешеде? 4 болып келді. 4 болып келді. Жүру қиын болып тұр ма, апа? Иә. 4-5 Жайлап еңкейіп көріңіз. Қорқпа. Былай. О, кетіп отыр. Жүр, мына жаққа еңкейіңіз. Тығылып кеткен. Еңкей жер. О, болды. Тізені көтер енді. Бір тізені, ұстама ештеңеден. Көтер. О, мына жағын көтер. 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 Мынаны істеген адам болды уже, кетеді, жазылады.